Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін біз сіздермен бір осындай керемет бір есеп шығаратын боламыз оқушылар. Бөлшектерге байланысты. Қарайық, мына өрнектің мәнін тап дейді. Оқушылар қараңыздар, мен мынаған ортақ бөлім беріп отыра алмаймын, дұрыс па? Яғни мынау 1 мен 2, мынау 2 мен 3, мынау 3 мен 4 бөлімі 132-де 132, 133-ке дейін кетеді. Оның барлығын көбейтіп отыра алмаймын ғой. Қазір ортақ бөлім бердім соң, одан қазір нормально сан шықпайды. Демек бүйтсем бола ма? Мына 1 бөлінген 1 көбейту 2 дегенді 1 бөлу 1 азайтылған 1 бөлу 2 десем қалай? Дұрыс па? Ортақ бөлім 2 болады, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден бересің, сол кезде мына нәрсеге тең болады екен. Келесі, мына екінші тұрған 1 бөлу 2 мен 3-тің көбейтіндісі деген нәрсені бүйтсем бола ма? 2-ден 1 минус 3-ден 1 десем бола ма? Көрдіңіздер ме оқушылар? Мынаны қазір ортақ бөлім беріп шығаратын болсам, мынаған тең болады, 6-дан 1-ге тең болады екен ғой. Келесі, 1 бөлінген 3 көбейту 4 болса ше? Оны дәл бағанағыдай 1 бөлу 3 минус 1 бөлу 4 деп айталамын, дұрыс па оқушылар? Осылай анау 132, 133-ке дейін кете береді. Демек 1 бөлінген 132 көбейту 133 дегенді бүйтіп айталамын ба? 1 бөлу 132 азайтылған 1 бөлу 133 деп. Так, болды оқушылар. Демек мына өрнектің барлығының қосындысы тең болады екен. Ең бірінші ол мынау 1 бөлінген 1 азайтылған 1 бөлінген 2. Оған қосасың. Келесі 1 бөлінген 2 азайтылған 1 бөлінген 3. Келесі 1 бөлінген 3 азайтылған 1 бөлінген 4. Деп осылай кете беретін болса, ең соңы баратта 1 бөлінген 132 азайтылған 1 бөлінген 133 болады екен оқушылар. Сонда бұл тең. Мына минус 2-ден 1 мен плюс 2-ден 1, минус 3-ден 1 мен плюс 3-ден 1, минус 4-ден 1 мен плюс 4-ден 1, минус 132-ден 1 мен плюс 132-ден 1-ге дейін қысқарады да, ең соңында қысқармай мынау қалады екен ғой оқушылар. 1 бөлінген 1 ең басында қысқармай, ең соңында 1 бөлінген 133 қалады екен қысқармай. Сонда ортақ бөлім 133-тен беретін болсақ, мынаған 133-тен берем оқушылар, ал мынаған 1-ден берем. Демек азайтатын болсам 133-тен 132 шығады екен. Так, кеттік келесі есепке оқушылар. Келесі есеп. Мына жүйенің шешімі болмайтындай аның барлық мәндерін табыңыз дейді. Енді оқушылар қараңыздар, мына жүйенің шешімі болмау керек. Енді қандай сан болу керек шешім болмайтындай дейді да. Демек, енді бұны оқушылар біз параметрлік, жалпы параметр деп айтамыз, аны жалпы сондай типтегі есептер ғой. Енді қарайық. Мен бүйтсем бола ма? Мына y-ті a минус x десем, мына x-ті былай қарай жіберетін болсам, y тең a минус x-ке тең ба? Енді осы y тең a минус x болды ғой. Осыны мына y-тің орнына апарып қойсам бола ма? Сонда x-ті көбейтесің, мына y-тің орнына a минус x қоятын болсақ, a минус x ол тең болады 16-ға. Сонда жақшан ашатын болсақ, xa азайтылған x квадрат тең 16. Барлығын сол жақтағы нәрселерді оң жаққа жіберетін болсақ, мына минус x квадраттың оң жаққа плюс x квадрат болып барады. Мына xa дегеннің мына жаққа минус ax болып барады. Мына плюс 16-ның өзі плюс 16 тұра береді, тең 0-ге екен. Енді оқшаға қараңыздар, мұны бізде қазір квадраттық теңдеуге келді ма? ax квадрат қосылған bx қосылған c тең 0 деген типте болып тұр ғой. Демек, оның шешімі болмау үшін дискриминант кіші 0 болу керек па оқушылар? Дискриминант тең 0-ге болса 1 түбір шығады, дискриминант үлкен 0 болса 2 түбір шығады, ал дискриминант 0-ден кіші болса оның түбірі шықпайды, дұрыс па оқушылар? Демек дискриминант 0-ден кіші болу керек қой. Ал дискриминант деген кім ол? b квадрат азайтылған 4ac ол кіші 0-ден болу керек па? Демек мынаны қазір b квадрат минус 4ac-сын тауып аламын да, соны кіші 0 деп есеп шығарамын. Енді b квадрат деп отқаным. Жалпы менде квадраттық теңдеудің формуласы ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болса, мына b квадраттың, яғни b-ның орнында кім тұр қазір? Мына x-ның алдында b-ның орнында минус а тұр ма? Минус а-ның квадраты деп отқаның ол а-ның квадраты. Жақсы, минус а-ның квадратын жаза берейін. Азайтылған 4. А-ның орнында кім тұр? X квадраттың алдында 1. С-ның орнында 16 тұр. Так, ол кіші 0-ден ғой. Демек а квадрат, жаңа 16, а квадрат азайтылған 64 кіші 0-ден. Так, бұны шығаратын болсақ, а тең 8 және а тең минус 8 шығады. Енді оны сандар ойысына сатын болсам, боялмайтын нүкте. Мынау 8, мынау минус 8. Так, плюстен басайым, минустен басайым. А квадраттың алды плюс болып тұр, демек плюстен басайым. Плюс, минус, плюс. Бізге кім керек? Кіші 0 керек, демек бізге минус керек кіші 0 деген сөз.
яғни маған керек минус аралы екен. Сонда менің есебімнің жауабы а тиесілі -8 бен +8-дің арасына болады екен оқушылар. Яғни а -8 бен +8-дің арасында болса, мына жүйенің шешімі болмайды екен оқушылар. Екі есеп оқушылар ұнаған болса, коммент жазып, лайк басып кетейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.